Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін гнездо глухаря салатын әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен бөдененің жұмыртқасын қайнатамыз. Қайнаған сәттен бастап 3-4 минут қайнатсаңыз жеткілікті. Кейін қабыршағынан тазалап, видеода көрсетілгендей етіп ұсақтап тураймыз. Мен 4 штук бөдененің жұмыртқасын алып қалдым. Кейін салатты әсемдеуге қолдануға қажет болады. Келесі кезекте қиярды қабығынан тазартып, 4 бұрыштап, ұсақтап тураймыз. Бұл салатқа қызыл жуа қажет. Тазалап, ұсақтап кесеміз. Тауықтың төс етін тұздалған суда қайнатамыз. Суытып, 4 бұрыштап тураймыз. Сонымен қатар бұл салатқа қалауыңыздағы аз көк қоссаңыз болады. Мен укропты қостым. Осылай ұсақтап тураймыз. Енді үстіне майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш салсаңыз болады. Картофель пайды әзірлеу үшін суық суы бар ыдысқа картошкамызды теркадан өткіземіз. Картофельді теркадан өткізген соң суынан ажыратып, қағаз сүлгіге кептіреміз. Алдын ала қыздырылған табаға майды құйып, картофельді қуырамыз. Барлық ингредиенттер дайын болған соң, салатымызды жинауға кірісеміз. Осындай үлкен тарелкаға алдын ала туралған начинканы құстың ұясындай форма береміз. Енді үстіне картофель пайды саламыз. Укропты ұсақтап турап, салаттың ортасына саламыз. Ең соңында бөдененің 3-4 жұмыртқасын саламыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.